аю мен түлкі. Bir күні аю жүріп келе жатқанда аңнан түлкі шығады екен. Сол түлкі айтады: аю, екеуміз бірге тұрайық, жүр. Сосын екеуі бірге тұрып жүреді. Сосын дағы бір аю мен түлкі бар екен. Сол екеуі дағы да дос болып, дағы да басқа үй болады екен. Сосын сол екі кісі ой екеуі бірін қорқады. Сосын түлкі түлкімен дос болып кетеді екен, аю аюмен дос болып кетеді екен. Сосын аю бірге тұрады, ал түлкі бірге тұрады екен. Сосын олар жүріп келе жатқанда бір кәмпит тұрады екен. Бір аю ұстап. Сол үш аю дос болады да. Ойбай, мыналар үшеу болып кетті ғой деп түлкіге айтады. Сосын олар қашып кетеді де, олар өзде үйлеріне бара береді. Сосын олар тамақ, кәмпит сондайларын жеп алады. Сосын далаға шығып, қашыраға отырып сөйтеді екен. Сосын бір бақа судың ішінде барлық көп тауып алады. Сосын бақа ұстайды. Сосын бақа айтады: ойбай, мыналар үшеуі судың ішіне бұлк кіріп кетеді. Сосын олар үйлеріне барады да балықты пісіріп жейді екен. Сосын алдынан түлкі жер болып шығып кетеді. Сосын ойбай деп түлкілерді жіпке баяп, сосын оларды тамаққа күйдіріп, еттен алып жеп алады. Еттері бітті.